Ассаламу алейкум. Бүгін біз құрма шоколадта дайындайтын боламыз. Ішінде грек жаңғағымен. Білесіздер, құрма өте пайдалы, витаминге бай. Балаларымызға да иммунитетін көтереді. Және де құлпынай шоколадта дайындаймыз. Оның да дәмі өте керемет, өте ерекше дәм береді екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал кетікмен жасаймыз ба? Бізге қажетті заттар: құлпынай, құрма, грек жаңғағы, ақ шоколад, қара шоколад, посыпка және де шпажка қажет болады. Енді құрманы біз ашамыз және де ортасындағы дәнін алып тастаймыз. Барлығын осы видеодағыдай етіп жасайсыздар. Мінекей барлығын тазалап алдық. Менде грек жаңғақ болғандықтан арасына мен осы жаңғақты қосатын боламын. Әрқайсысын ашып, ішіне жаңғақты салатын боламыз. Мінекей осылай және басып жауып қоямыз. Мінекей осылай дайын болды. Енді құлпынайды алып шпажкаларды тығып қоямыз. Шоколадтарға батырып алғанда ыңғайлы болу үшін мінекей осылай тығып барлығыны дайындап қоямыз. Мінекей, енді құлпынайымыз дайын. Енді жайлап қара шоколадымызға құрманы салып батырып аламыз. Тура осылай жасап, барлығыны қатырып алатын боламыз. Жартысыны қоңыр шоколадқа, жартысыны ақ шоколадқа. Мінекей қара шоколадқа батырып алдық. Қалған құрманы енді ақ шоколадқа батыратын боламыз. Міндетті түрде жасап жеп көріңіздер. Ерекше дәм береді екен. Арасында жаңғағымен, құлпынаймен шоколад мүлдем дәмі күшті болады екен. Менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Аптасына 3 рет жаңа видео салып отыратын боламын. Қол жетімді заттармен жасайтын боламыз. Ал енді құлпынайды ақ шоколадқа, сосын қоңыр шоколадқа батырып алатын боламыз. Мінекей осылай шпажкамен батырамыз. Сосын банкаға ұн салып қойдым. Қазір шпажкамен тұрғызып қою үшін. Лайфхак сіздерге.
Осылай қоңыр шоколадқа да тура солай батырып алатын боламыз. Мұздатып қойыңыздар алдын ала. Құрманы да, құлпынайды да, сонда тез алып қалады шоколадты. Ақ және қоңыр ерітілген шоколадты осылай пакетиктарға құйып алдым. Және ана бетіне сызып шығатын боламыз. Сызғаным дұрыс көрінбей қалыпты. Қолым түсіп қалыпты камераға. Айбетпестер кәдімгі сызықтармен бұлай сызып шығасыздар. Мінекей осылай. Міне осылай болып әдем болып шығады. Енді ағына сызамыз. Мінекей осылай болып шықты. Енді посыпкалар сеуіп шығатын боламыз. Мінекей енді дайын болды. Ал енді құлпынайларымыздың үстіне сызып шығатын боламыз. Қалғандарына да осылай сызып шығатын боламыз. Мінекей осылай дайын болды біздің құлпынай шоколадта және де құрма шоколадта. Балапандарым қатты қуанып жеді, өте дәмді және де витаминге бай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Мырзақожа Айдын.